Ал кеттік. Жылқы сойылды. Мына мауыздарын көп түсірмейміз біздер. Себебі жалыбы дейтін бар. Сол жалыбыға лақтырып жібереді да, кейбірде блокировать етіп тастайды. Издевательство над животным. Бісміллә, мына 4 адамға бөліп жатырмыз. 4 аяқ шығару керек мына жылқыдан. Мына жылқы. Мына қазақи бұзу. Ең бірінші қар жылқы кетеді мына бірінші алла. Жақсы жігіт жанынан деп айтты дейді атамыз. Bir kız ötpey kalып atқанда айтқан дейді. Bir қар жылқы жанынан салсаңдар ішіге тез шығады. Кетті. Екі былай. Осып кетеді. Бұл қойға қарағанда шамалы ерекшелеу бұзылады. Жылқының еті ірі қараның малы. Ғалымжан қалай бұзылатынын айтып қойшы, қойға қарағанда басқаша бұзылады. Қойдың жілігінің еті бірге кетеді, жылқымен бірге. Бұнда бөлек алынады да еті. Сразу осып кетеді былай. Үйге апарып осат біз Асқар бір қарап жүр. Асқар деген Ғалымжан ағамның құрдасы, әрі Жетпісбай дейтін тумамыздың баласы. Ғалымжан ағамның баласы, екеуі құрдас, ағам екеуі. Бұл жас қасапшы. Осы 2-3 жылдықта. Бұл Мбаппе сияқты футболшы, но Ғалымжан ағам Месси сияқты енді. Бұрыннан келе жатқан. Міне Асқар інім артқы аяқты түсіріп жатыр. Ғалымжан ағам алдыңғы аяқты түсіріп жатыр. Мына асықшылық. Міне асықшылықты міне жамбасқа дейін. Ірі қарада, міне ірі қара жылқы сойған кезде жілікке ет қалдырмайды қойдыкіндей. Шамалы ғана ет қалдырады асылғанда. Сом етін бөлек алады міне былай қылып. Бездерін ұмытпаңдар жігіттер. Ал мына Топатай дейтін жерге енді. Жұртта Тоқатай деп атады. Ол басқа жағында айтылады шығар, бізде Топатай деп айтылады мына жілік. Мына төртке бөліп жатыр. Жілік шағу дегенде осы Топатай салады. Төртке бөліп жатыр, сондықтан каждый жіліктің етін осылай екіге бөліп тастаймыз. Міне. Қазақта бір не бар? Асық жіліктің етін екіге бөлді. Топатай жілік екінен айырылма келін осыдан, айырылсаң келін осыдан, айырыласың досынан дейді. Топатай, Тоқатай деп кешегіде бір талай адам жазды. Тоқатай деп басқа біреулер шығарған шығар. Топатай оның аты негізі. Мынау жауырын дейді. Мынау жауырын алдыңғы қолдағыдағы тоже. Бұнда ет. Орысша ауыспаймыз. Қазақша, Ғалымжан аға, таза қазақ тілінде мына контент. Жауырын міне. 70 жыл алдаған ғой орыста. Кейбірде кетіп қалады енді, кешірімде Совет үкіметінен келатқан адаммын. 2 жыл сол орыстың елінде су іштеттім. Армияда. Міне. 2 жыл. Қойдыкінен айырмашылығы міне жауырынның етінде сылынып алады. Тек асуға жауырынды жаңағыдай жалаң сүйек қалдырмайды. Асуға жарамды қылып етін қалдырады да, қалған етті сылып алады. Сосын мына төртке бөлгендіктен әрбір етте бір жақтыкін екіге, ана екінші жағын екіге бөліп тұрады. Сол кезде еті де сүйегі де тең бөлінеді. Міне. Ортан жілік. Міне ортан жіліктің еті мынау. Ортан жіліктің еті. Анау тобық, ане тоқ болсаң да тоқ мүжі дейтін қазақтың сөзі бар. Аш болсаң да асық кемірме дейді қазақ. Сол тобықты міне алып шығарып жатыр. Міне екіге бөліп болды. 3 минуттан асып кетті Ғалымжан аға. Сали қарашы мынаны. Осыны түсіріп жіберді аяқ қазір бір жағын. Тоқтап жалғастырыла ма болса сосын Сали? Жалғастырылады. Жалғастырып той сүйген жақсы адамдар. Так, еттерім бұзылды. Паузаны баса тұрам. Қазір әрі қарай жалғастырамыз. Кеттік ал, төсет. Төсет мына жылқының сиыр. Жылқыныкі сиырдікіне қарағанда басқа шалынады. Себебі қанау аласың мынаны әйтпесе қаздың ет бар. Алған кезде бір жағын аламыз міне. Бір жағы алынады. Бұл да екіге бөлінеді қазір 4 аяқ бөлген кезде. Мен жүршір салым. Мынау жая дейтін зат. Мынау жаяның еті. Шынберген айтқан кімге керек жалмен жая жегенің бауырларының қылтамақ болып жатқанда деп. Жал жая жеп мақтануға болмайды. Бұл жаңағыдай етті көрсетейік деген неде түсіріп жатқан жоқпыз бұны. Жаңағы көрсін, үйренсін деген. Қазір міне жаян екіге бөлінеді. Төс алынды, енді міне мойын ет кетті. Мойын ет міне кеңірдектің тұсынан түсесіздер. Мойын омартқан жағалап төмен қарай кетеміз жалға қарай. Пышағың өткір болу керек. Қасапшында қолы шебер болу керек. Көріп тұрсыздар ғой міне. Желкеге дейін барамыз міне. Анан желкесі шықты. Әппақ болып көрініп тұр міне. Жалға тимей кетуіміз керек. Жылқының жалы бөлек алынады сиырға қарағанда. Сондықтан осы жерді ескеру керек. Міне мойын ет алынды. Бұл да екіге бөлінеді қазір. 4 жілік шығарған кезде, 4 аяқ шығарған кезде осылай болады. Осы жүреміз, дұзы сіңу үшін міне.
жылқыда мына алдыңғы 6 қабыртқа бөлек алынады сиырдікіне қарағанда. Себебі қарсысы бар жылқының. Міне 6-шы қабыртқаны санайсыз. Арасын қабыртқаны жігімен қосып аласыздар. Мына төске жалғанатын шеміршекті жағалатып, қалың пышақ келмейді бұл жерге, жұқалау икемді пышақ керек бұл жерде жұмыс істеу үшін. Міне кетті. 6-шы қабыртқаның біріншісі кетті. Мына жылқыда алдың 6 қабыртқаны алып тастайды. Неге десеңіз, мына 6 қабыртқа қазыға келмейді. Бұл жылқыда 18 қабыртқа болады негізі. Мына 6 қабыртқаны алдынан алып тастағанда, одан кейін 12 қабыртқа қазыға қалады. Міне 3 қабырға кетті. 4-еу кетті мәлі. 4-еу кетті. Міне 5-ші қабырға. Сонда жаны бүйтіп ашылып қалды, не қараңыздар. Бұғана дейді соңғы қабыртқаны. Бұл мойын омыртқа мен ұзын омыртқаның жалғанатын жеріндегі осы омыртқаны бұғана дейді кішкентай. Бұны шаппайды көбінесе қазақ. Жілік шаққанда салып жібереді. Жілік шаққанда салып жібереді. Ауыз омыртқа төстің ұшы топатай жілік. Сосын етін салады адамға келетін адамға қарай. Солай жілік шаққанда салынады. Қиындау алынатын омыртқа. Осылай қабыртқаны шын сындырып алмай өстіп айналдырып шегелікпен алу керек. Жоқ, сынбайды, біреуде сынған жоқ қой. Әдемі шықты. Міне. Сонда омыртқаңда оңай кетеді. Болды енді. Болды.